Сындар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 20-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтіннің түрлері. Балалар, мәтіннің түрлерімен танысып өтсек, мәтіннің 3 түрі бар: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтін деп аталады. Оқиға құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін пайымдау мәтіні деп аталады. 23-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы, мәтінде не туралы айтылған? Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де домалап барып, сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. Шекең ауырды ма деді тас масаттанып. Өзің келіп соғылдың ғой. Ауырған жоқ деді қант ақырын ғана. Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соған да мақтанасың ба? Мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр. Менің денемнің шойындай қатты екенін біліп қой. Оның несін айтасың деді қант. Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін. Ендеше білсең айта қойшы деді тас. Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма? Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар деді. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Бұл мәтіннің әңгімелеу түріне жатады. Өйткені оқиғаны ретімен баяндап, әңгімелеп айтып жатыр. Сұрақтарды жалғастыр. Мәтіннің бөліктері. Бұл жерде мәтіннің бөліктері. Бұл жерде автордың айтқан сөзі. Кіріспе бөлімге жатады. Қант пен тастың айтқан пікірі. Негізгі бөлім. Болаттың атасының сөзі қорытынды бөлімге жатады. Сұрақтарды жалғастыр дейді. Бірінші, неге тәтті жақсы? Екінші, қаттының да қандай жақсы жақтары бар? Тәттінің қасиеттері ата деген сияқты сұрақтарды ары қарай қойып, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Оқулықтағы 24-ші жаттығуға қараймыз. Суреттерге қара. Оқиға неден басталды? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды? Немен аяқталды? Әңгімелеу мәтінін құрап жаз дейді. Бұл жерде балалардың әңгімелеу мәтіні бұл оқиғаның ретімен баяндайды. Балалар көгалда көбелек қуып жүр. Олар жерде жатқан торғайды көрді. Әсет пен Асқат торғайды алып, ағаштың басындағы ұясына салды. Торғай ұясындағы тұрған балапанын көріп, балаларға өз рахметін білдіргендей шықылықтап дауыстады. Балалар оны көріп мәз-мәйрам болды. 25-ші жаттығуға қараймыз. Суретке қара. Қай құс бейнеленген? Суретте қарлығаш бейнеленген. Қарлығашты сипаттау үшін оның ерекше белгілерін анықта. Сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан. Оған өз көзқарасыңды білдіруді ұмытпа. Қарлығаш тұмсығы қысқа, әрі кең, езулерінің арасы алшақ, қанаттары жіңішке ұзын, айыр құйрықты кішкене ала қоз. Қарлығаштың қауырсыны тығыз, қара түсті, жылтыр жүні жұмсақ. Қарлығаш адамның досы, жанашыры, қай кезде де қамқор болып жүретін адал қос. Қарлығаш құстың киесі. Қарлығаштың түсі қара. Қарлығаш адам өмір сүрген аймақта тіршілік етеді. Кейбірі ұясын үйдің ішіне де салады. Оның себебі әртүрлі. Қарлығаш ұясын неге үйдің ішіне салады дейді. Олар үйдің ішіне салады. Себебі әртүрлі жыртқыштар адам тұрған жерге
жоламайды. Сол арқылы олар қорғанады. Қарлығаш неге қыстап қалмайды дейді. Қарлығашты жыл құсы деп атаймыз. Себебі ол күн салқындағанда жылы жаққа ұшып кетеді. Олар суыққа шыдамсыз болады. Күн жылығанда қайта ұшып келеді. 26-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқып, сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме тауып көріңдер. Боданбек пен Шоғанбек үймелі-сүймелі. Екеуі бірге туғанмен пішіндері, мінездері екі басқа. Боданбек ақ құба, өңді жұқалтаң қағілез. Ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр төрт бақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы 3 елідей аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарға жаны ашығыш, күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді, қыңсылатып ұрмайды, құйрығынан сүйреп бажылдатпайды. Бұл қай мәтінге жатады дейді. Бұл сипаттау мәтініне жатады. Өйткені бұл жерде құбылыстарды бұл жерде сипаттап жатыр, адамның қандай екені. Аққұба, өңді, жұқалтаң, қағілез, оның мінезінің жалпақ бет-әлпетін. Тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төрт бақтау, бойы аласа, елгезек, жаны ашығыш деп, бұл жерде Боданбекті, Шоғанбекті сипаттап тұр. Олардың пішіні мен мінезінде айырмашылықтары бар.